бөлшекті соған көбейтеміз. Демек, мен айттым ғой, көбейткен кезде мына жақшаны қоюды ұмытпаңыздар. 6, мынаға да 6-ны қоямыз. Мынаға да барлығын 6-ға көбейтіп шығамыз. Иә? 2-ні мына жерге көбейтеміз. Жақшаны ұмытпаңдар. Және мына жерге көбейтеміз. Көбейту деген сөз бүкілін көбейт деген сөз. Олды ма? Демек, біріншіден не шығады? Давайте. Мына мен мынау кетеді. Мынада не қалады? 2 көбейтілген жақшаны жазып қояйық. 0,6x плюс 6. Асықпайды, пока үйренгенше. Азайту. 6 деп қой. Мынада не болады? Мына мен мынау кетеді. Мынада 3 көбейту. Дұрыс айтасыз. 3 көбейтілген 0,2x қосу 1. 0,2x қосу 1. Тамаша. Үлкен 1-дан көбейтсе 6. Все. Келесіне не болады? 2 мен 2 қысқарып кетеді де 4 минус 3x дей салуымызға болады ғой, е? Үлкен 10 болады. Тамаша. Енді ары қарай кеттік. Ананы кәдімгідей ашайық жақшаны. 2-ні анағын көбейтеміз. 2-ні 0 қойсақ қанша? 1-де 2, е? Айтып отырыңызшы балалар. 2-ні 6-ға қоссақ, көбейтсек, то есть. Мынаған көбейтеміз. Мынаған көбейттім, соң мынаған көбейтем. Плюс 12. Тамбасымен бірге айтып отыр, үйреніздер. Келесіде. Азайту. Минус де. Минус 0,6. 0,6. X. Енді мынаған көбейтсем, мынада 1 тұр. 3. Қандай 3? Минус 3. Үлкен 6-дан. Енді мына жерде кәдімгідей минус 3-ті жазамыз да, 3x-ті. 4-ті не істейміз? Ана жаққа апарамыз. Иә, өз жағына апарамыз деп қойық. Өз жағы дейсі. 14. Тамаша. Все. Енді мына жерде ұқсастарды біріктіріп алайық. Мына мен біріктірсек не болады? Бұларды ұқсас деп атаймыз, е? 8. Мынаны алсақ қанша? Қайда 12-ден 6 алсақ қанша? 0,6x. Обязательно x бар. Одан мыналар. Мына екеуін біріктірейік. 12-ден 3-ті алып тастаймыз. 9-дан жаққа апарсақ. 9. Азайту 6. Иә, 6 азайту 9 болады. Е? Екеуі біріктірді. Енді мына жерді жазып минус 3x. Үлкен не болады? 6-дан. Тамаша. Мына жерді жазылайық. Мынада не болады? 0,6x. Үлкен нешеден? Минус 3. Тамаша. Минус 3-тен. Минус 3x. Минус 3x. Үлкен пока 6-дан болып тұрабыз. Нал кеттік. Енді ары қарай. Біріншіде x табу үшін не істеймін? X-ның алдында қанба қандай? Саны қандай? 10-ға теріс бар. 10. Сондықтан теңсіздікке тиіспейміз. Е? Енді мына минус 3-ті мынаның алдындағы санға бөліп тастаймыз. Кәдімгі ax тең b деген теңдеу шешкен сияқты ғой. X табу үшін не істейміз? Бұны a-ға бөлеміз. Давайте минус 3-ті 0,6-ға бөлеміз. Сол кезде минус 3-ті 0,6-ға бөлеміз. Мына жерде не істейміз? Қанша екен? 5. Минус 5 дейді. Тамаша. Енді мына жерде есептейік. Мынада не істегелі жатырмыз? X табу үшін? Не істегелі жатырмыз X табу? 6-ны минус 3-ке бөлеміз. Минус 3-ке бөлсек не дейді? Еще мынау не деп тұр? X. Ой, апайлар. X кіші. Қанбасын өзгертеміз еді қой, минусқа бөлген кезде. Минус 2. Вот так. Сол кезде бізде есебіміздің жауабы былай болды. Мынада мен өлшесем, мынау қайдан шыққанын түсінікті ғой, минус 5 дедік қой. Демек, бір сан өзіне саламыз. Қандай сан керек маған? Минус 5 жақта ма, мұн жақта ма? Мен бүйтіп жасасам былай болды. Қате. Ой, молодцы. Осылай қатесіз қойып жүрмеңіздер. Бестер шыққан кезде. Минус 5, минус 2. Енді минус 5-тен қандай деп тұр? Үлкен деп тұр. Минус 2-ден қандай деп тұр? Кіші деп тұр. Демек жауабымыз 5 пен 2. Міне, минус 5 пен минус 2. Минус 2-нің ортасы екен. Бірінші. Енді қанша бүтін шешім бар бұның? Айтыңызшы. Қанша бүтін шешім бар? 3. Қанша? 2. Бүтін шешім бар. Неше бар бұнда? Минус 4, минус 3. Минус 4 бар? Минус 3 бар. 2 бүтін шешім бар. 2 екен. Ал енді мен бей деп айтсам. Осы теңсіздікті қанағаттандыратын
Ең үлкен бүтін шешім қайсысы? 4. Ой, -4. Минус 3 болады. Ең үлкен бүтін шешім. Ой. Ең үлкен бүтін шешім мынау емес пе? Иә. Минус 2 кірмейді. Иә. Егер мынау кірсе, онда -2 болушы. Идея түсінді ме? Все, тамаша.